Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 75-ші сабақ түбір мен қосымша. Егер видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Түбір мен қосымша. Біз бұл тақырыптан түбір мен қосымшаны жатамыз. Және де тақырыбы бойынша өлең мазмұнын болжай алуды үйренеміз. 44-ші жаттығу. Суреттер бойынша әңгіме құрастыр. Қандай қысқы ойын түрлерін білесің? Саған қайсысы ұнайды? Мұнда бізде 3 сурет берілген. Бірінші суретте қыз баласының коньки теуіп жатқаны, екіншісінде ұл баланың шаңғы теуіп жатқаны, ал үшінші суретте шана теуіп жатқан баланы бейнелеген. Осы суреттерді пайдаланып, енді әңгіме құрастырып көрейік. Кеше достарымызбен ойындар ойнауға сыртқа шықтық. Майра коньки, Марат шаңғы тепсе, мен шанамен төбешіктен сырғанадым. Осылай әрқайсыларыңыз өздеріңіздің ойларыңызбен өзгертіп жазуларыңызға болады. Келесі 45-ші жаттығу. Тақырыбына қарап өлең мазмұнын болжап айт. Шынығу. Кереметін көремде таң ғаламын төленге. Аяздада бұл ағам шомылады өзенге. Көтерісіп керегін кейде мен де еремін. Аппақ қармен арқасын ысып-ысып беремін. Талай жаурап тоңдымақ күлімдейді ол бірақ. Шынық дейді балақай, болмас үшін бұл бірақ. Жаздай менде шынықтым, ағыдан көп сырықтым. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Қарамен жазылған сөздер төленге, қармен және балақай деген 3 сөз. Осылардың түбірі мен қосымшасын ажыратайық. Төленге деген сөзде түбірі төлен, ге деген қосымша. Қармен деген сөзде түбірі қар, мен қосымша. Балақай деген сөзде түбірі бала, қай деген қосымша. Келесі 46-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Аяқ қайда апарады, ақыл қайда апарады. Аяқ қайда апарасың жарысқа, ақыл қайда апарасың ғарышқа. Осы өлеңді қатесіз көшіріп жазамыз. Келесі 47-ші жаттығу. Торкөздердің ішіндегі әріптерден сөз құрастыр да келесі торкөзге орналастыр. Мұнда бізде шығатын сөздер шаңғы, қайық, бәйге және жарыс. Келесі 48-ші жаттығу. Жаңылтпашта жатқа жаз. Ескекті есен естен еседі, ескекшілер есен естен ескекті еседі. Қарамен жазылған сөздердің түбірі қайсы, қосымшасы қайсы ажырат. Ескекті деген сөзде түбірі ескек, ті қосымша. Ал ескекшілер деген сөздің түбірі ескек, ш және лер деген қосымша.